9-шы дәріс. Әлемдегі ең көп тиражды басылымдар. Басылымдар әлемде тиражды маңызды көрсеткіші. Ол газет немесе журналдың қанша данамен шығатынын көрсетеді. Және оқырман қызығушылығын, нарық әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл презентацияда біз әлемдегі ең көп таралатын газеттерді және олардың ерекшеліктерін қарастырамыз. Yomiuri Shimbun әлемдегі ең көп тиражды газет. Жапониядағы ұлттық басылым, және ол әлемдегі жоғарғы күнделікті таралымға ие газет болып есептеледі. 2010 жылғы Guinness World Records бойынша таңғы нұсқасы 10 000 дана, ал кешкі нұсқасы 3 000 данадан асады. Жалпы 13 000 дана. Орташа оқырман саны шамамен 1 дананы 2-5 адам оқиды. Яғни күнделікті оқырман саны 25 миллионға жетеді. Газет 1874 жылы құрылған. Жапониялық газеттің қазіргі тиражы мен тенденциялары. Соңғы деректерге қарағанда таңғы шығарылымның қазіргі таралымы шамамен 6,2 миллион дана, кешкі шығарылымы шамамен 1,5 миллион дана. Бұл төмендеу біршама цифрлық медиаға өту, газет оқылымының өзгеруі және басқа да нарық факторларымен байланысты болуы мүмкін. Бұл үлкен медиада қарқынды басылым мен теледидар және басқа медиа құралдарымен байланысы бар холдингтің бөлігі. Басқа үлкен тиражды газеттер және басылымдар. Жапониядағы үлкен газет. Кейбір шолу деректеріне сүйенсек, Үндістандағы Баник және Жарган сияқты газеттер де үлкен тиражға ие. Басылымдардың таралымы тек газеттермен шектелмейді. Журналдар мен қор басылымдарда үлкен аудитория жиналады. Тираж басылымның ықпалын және нарықтағы орнын бағалаудағы негізгі көрсеткіш. Жапониядағы газеттер әлі де кейбір елдерде өте күшті және кең таралуда екенін көрсетеді. Бірақ цифрлық медиа дамып жатқан қазіргі кезде басылымдардың таралымы да өзгеруде. Тираж төмендеуі мүмкін. Бірақ оқырман базасы цифрлық форматқа ауысуда. Болашақта медиа саласында не болады? Сандық редакция, жазылымның моделі, жаңа форматтар маңызды рөл атқаратын болады.